Қайырлы күн, құрметті бақ өкілдері және брифингке қатысушылар. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңдағы кезекті брифингін бастаймыз. Бүгінгі брифингіміздің тақырыбы Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы. Алаңымызға келген құрметті спикерімізбен таныс болыңыздар. Олжас Әзімбекұлы Ибраимов, Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасы бастығының орынбасары. Ендеше Олжас Әзімбекұлы сөз тізгіні өзіңізде. Қайырлы күн. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ағымдағы жылғы 13 наурызда күшіне енеді. Мәселен, шығарындыларда ластағыш заттардың болуы, сондай-ақ олардың жұмыс істеуі кезінде шығатын шудың деңгейі белгіленген нормативтерден асатын автомото көлік құралдарын және басқа да жылжымалы құралдар мен қондырғыларды пайдалану үшін жауапкершілік күшейтілді, яғни ескерту жазасы алынып тасталды. Арнайы қызметтерді көрнеу жалған шақырту үшін айыппұлды 30-дан 60 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайту жолымен жауапкершілік күшейтілді. Сондай-ақ, егер бұл әрекеттерді кәмелетке толмағандар жасаған болса, олардың ата-аналарына ескерту жазасы алынып тасталып, айыппұл көлемі 15-тен 30 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайтылды. Айыппұлды 7-ден 20 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайту жолымен арнайы қызметтердің көлік құралдарына артықшылық бермеу, яғни басымшылық бермеу бойынша жауапкершілік күшейтілді. Теміржол өткелдерінің жүру ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік күшейтілді. Айыппұл 10-нан 20 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайтылды. Жолаушыларды көлік құралының кабинасынан тыс тасымалдау, сол сияқты олардың көлік құралын жүріп келе жатқанда оның терезелері мен люктерінен денесін шығаруына, есікті ашуына жол бергені үшін жүргізушілердің жаңа әкімшілік құрамы жауапкершілігі енгізілді. Онда 10 айлық есептік көрсеткіш айыппұл көзделді. Көлік құралын басқару құқығынан айыру қолданылмайтын адамдар үшін қарсы жолаққа шығу үшін жауапкершілік енгізілді. Онда 30 айлық есептік көрсеткіш айыппұл қарастырылды. Зардап шеккендер жоқ, материалдық шығын келтіру арқылы ұсақ жол көлік оқиғаларын жасаған үшін басқару құқығынан айыру түріндегі баламалы жаза алынып тасталды. Қазіргі кезде тек қана айыппұл болып қалды. Бұл ретте бір жыл ішінде қайталап жол көлік оқиғасын жасаған үшін 40 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салу не 9 айға көлік құралын басқару құқығынан айыру жазасы көзделді. Қарсы қозғалыс жолына шығу және теміржол өткелдерінің жүру ережелерін бұзу себептері бойынша жол көлік оқиғаларының жекелеген құрамдары шығарылды. Онда екі жағдайда көлік құралын 9 айға басқару құқығынан айыру көзделді. Есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтарын, сондай-ақ күшті әсер ететін заттарды медициналық емес тұтынғаны үшін жаңа құрам енгізілді. Онда 40 айлық есептік көрсеткіш айыппұл не 10 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алыну. Ал егер бұл іс-әрекет қайталанса бір жылдың ішінде 80 айлық есептік көрсеткіш айыппұл немесе 20 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынатын болады. Полицейлерді құқықтық қорғау мақсатында құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты олардың заңды өкіміне немесе бабына бағынбау, олардың заңды қызметіне кедергі келтіру, сол сияқты былапыт сөйлеуден, құрметтемеушілік танытудан, лайықсыз мінез құлықтан, арандатушылықтан, мазақ қылудан, әбес қылықтар, заттар көрсетуден, оның ішінде масс-медианы немесе телекоммуникация желілерін пайдалану арқылы жасалған үшін жаңа құқық бұзушылық құрамы енгізілді. Яғни жаза ретінде, әкімшілік жаза ретінде 30 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл не 15 тәулікке дейін мерзімге әкімшілік қамауға алу жазасы қарастырылды. «13 марта текущего года вступает в закон в силу изменения и дополнения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан. Так, ужесточена ответственность за эксплуатацию автомототранспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ, выбросов исключено предупреждение. Усилена административная ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб путем увеличения штрафа с 30 до 60 МРП. А также, если это действие совершено несовершеннолетними, исключено предупреждение и увеличен штраф с 15 до 30 МРП в отношении родителей. Усилена ответственность за непредоставление преимущества транспортных средств специальных служб путем увеличения штрафа с 7 до 20 МРП. Усилена ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов, увеличен штраф с 10 до 20 МРП. Введена новая ответственность водителей за нарушение перевозки пассажиров вне кабины транспортных средств, а равно допущение их высовывания в оконные проемы
и люки транспортных средств. Открывание дверей во время его движения, где будет предусмотрен штраф 10 МРП. Введена ответственность за выезд на встречную полосу движения для лиц, которым лишение права управления транспортным средством не применяется, где предусмотрен штраф 30 МРП. Исключено альтернативное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством за совершение мелких дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. При этом за совершение повторного ДТП в течение года уже будет предусмотрен повышенный штраф 40 МРП, либо лишение права управления сроком до 9 месяцев. Выведены в отдельный состав ДТП по причинам выезда на полосу встречного движения и нарушения правил проезда железнодорожных переездов, где будет предусмотрено лишение права управления транспортным средством на 9 месяцев в обоих случаях. Введен новый состав за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ, где будет предусмотрен штраф 40 МРП, либо арест 10 суток. И 80 МРП, либо арест до 20 суток за повторное такое нарушение. В целях правовой защищенности полицейских введен новый состав правонарушения за вмешательство в законную деятельность сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, выраженное в нецензурной брани, проявление неуважения, непристойном поведении, провокации, оскорбительном представлении, демонстрации неприличных жестов, предметов, в том числе с использованием масс-медиа и сети телекоммуникаций. За данное нарушение предусмотрен штраф до 30 МРП, либо административный арест до 15 суток. Жақсы, рахмет. Енді сұрақтар бөліміне көшсек, менде мындай сұрақ бар. Жалпы полиция қызметкерлері жолда тоқтатқан кезде балағат сөз айтатын болса, полиция қызметкерлері 15 күнге, яғни қамаққа алуға құқылы, иә? Бұл жаңа бұл әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 667 бабы қарастырылған бұл бойынша. Яғни полиция қызметкерлерінің қызметін атқару кезінде заңсыз араласу, оның ішінде былапыт сөздер айту, әртүрлі жаңағы белгілер көрсету, заттар көрсету, теріс әбес қылықтар көрсету, шын айтқанда. Сонымен қатар былапыт сөйлеу, құрметтемеушілік танытудан, заңды қызметіне осындай іс-әрекеттермен оның заңды қызметіне кедергі келтіріп жатқан жағдайда полиция қызметкерлері әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы бойынша хаттама толтырып, іс бойынша шешім алу үшін сотқа жолдайды. Ары қарай соттан шешім жаңағыдай айтып өткенде 30 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл немесе 15 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алу жазасы қарастырылды. Рахмет. Құрметті қала тұрғындары, бұл өзгерістер 13 наурыздан бастап өз күшіне енетін болады. Жолда сақ болыңыздар. Алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскен үшін спикерімізге алғыс айтамыз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осымен брифингімізді аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.